Жан, точно жетті дедіңдер ма? Мен біліп звондап жатырмын, телефон алмай жатыр Жан, ё-моё. Алдап тұрған жоқ па? Жан, 30 жыл опыты бар адамдар ғой, алдамайтын шығар. Репутация деген бар ғой қазір. Тем более ұят деген болу керек. Алло, кім бұл? Алло, Қаршыға, ассалаумағалейкум, мен ғой Әсет. Әсетем, қалайсың, сен ба, ё-мо. Жақсы. Братан, қайдасыңдар? Жетте келем дедіңдер ғой сіздер уже? Ё-мо, келеміз ғой, сендер не ғой, пока күте тұрсаңдар, жарай ма? Барамыз ғой обязательно. Братан, қайдасыңдар сендер? Қайдасыңдар? Қайдасыңдар болғанда, не ғой? Жүрміз ғой қазір, бір кішкене занят едік. Просто мен ойлаған ғой, братан, сендерге кездесіп, ақшаны полностью берсейін ба деп. Да, ты чё? Болды, сал жүрсің болды? Сал жүрсің дегенде просто аз ақша емес та, братан. Анда келіп, рахмет айтып, үстінен артығымен берейін деген ғой просто. Анда көрдім, ровно жігіттерсіңдер, Базар, красавчик. Не ғой, інім, ойшы маңында карточкаға лақтыр жіберетін да болды ойсы. Жарай ма? Картаға дегенде, братан, енді... Басып деді. Жан, походу бізді кидайтып көтті конкретно. Екі жарты ғұмыра тегі әкетті ғыбылда айналып жүр басымда. Қаршыға, мына жер сиыр түсіп жатыр бәрі. Мына жерге кішігірім ремонт жасап, бәрін әкте жіберсең. Тема болады. Ана жер. Не істеусыңдар? Сіздер кеше келем жоқ қайда жоғып кеттіңдер, Сен ба заявление жазған? Сен жыңсың ба, біз саған скидкамен бәрін жасап беріп тұрсақ, не мұны сен істеп атқан, ішек? Екеуің, отырыңдар. Сіздер келіңіздер, отырыңыздар. Қасыңдерді айран бар ғой? Осы кісілер ма точно? Братан, осы кісілер, кеше келістік, ремонт істеп берем деді. Ақшасын бердім. Жетте келем деді. Жоқ, братан, телефон алмайды. Доғыр бірден істедіңіздер ме сол уақытта? Жоқ, доғыр дегенде жігітше қол алыстық қой. Әсет, еркекше қол берік деген қазір уақытта не действительно? Бір перевод жасаған чек бірдеңе бар ма? Жоқ, наличный бердім. Походу дело даже бергенде жоқсың сен бізге, договорында жоқ, на то пойдет. Қаршыға, мен мыналарды бірінші рет көріп отырмын. Өтірік жегізбеңдерші. Мен саған не дедім жаңа, отыр дедім ма? Отыратын орындық жоқ қой. Не істейміз, братан? Әсет, сыртқа шығып сөйлесейік. Все, братан, конечно. Қазір сендерді айырам, ақшаны бар ғой, 10 есе шығарып алам, көресіңдер. Плотный кәсек қаттығам сендерді. Жүр, братан. Тыныш отырыңдар, Че там, братан? Короче, оларға ештеңе істей алмаймын. Қолда бір доказательство жоқ. Братан, енді ештеңе істей алмаймын дегенде енді ақшасын бердің ғой мен. Нан ұрсын? Нан ұрсын, чегі бар ма? Участковый ағай, не істесек болады? Көріңдер енді өзіме сөйлесіп. Может, ұяты оянып, бір мойындап қалған шығар. А так мен оларға ештеңе істей алмаймын. Жақсы, рахмет. Сосын, түсінемін, қазақпыз ғой енді, бұрыннан әңгімемен шешіп жатыр. Бірақ доғыр жасау деген безақмет уақыттарында алады ғой. Все, братан, түсіндім. Ладно енді, көріңдер енді өздері. Әсет, может, папаға айтып көреміз, оның полицейский досы бар ғой, көмегі тиіп қалар? Жоқ. Ладно, онда не істейміз? Пападан сұрайықта ремонт істейтін адамдары бар шығар. Жұлдыз. Хотя пападан ақыл сұрайықшы. Жұлдыз, папаны ештеңе айтпай қойшы, пожалуйста. Ладно, онда сен ашуланбашы. Давай ремонтты дальше жалғастыра берейік. Бұл үйге барайықшы, просто тып-тыныш.
Ё-моё, конкретно плотно қадап кетіпті ғой сені. Иә, тем более еще оның бәрі мен әйелім көзінше болды ғой, прикинь. Қандай ашық аузсың сен. Неге договор жасамадың? Тө, брат, білесің ғой, аңқауым ғой мен. Адамдарға сеніп қала беремін. Номер бар ма? Бар, бірақ көтермейді олар телефонды. Жоқ, бар ма айтсайшы? В общем, көрдіңдер ғой, примерно осы жерде 100 квадратный метр ғой. Осы жерде маған бір қатырып тұрып, евро ремонт жасап берсеңдер болды. Ақшасы көп сияқты. Да, Асеке, не ғой, енді біз осы салада жүргенімізге 30 жылдан бері астам уақыт өтіп кетті, да? Енді бәрін идеально жасап береміз. Біздікі андай ғой, чуть-чуть қымбатырақ қана басқаларға қарағанда. Но зато качество мынандай, Асеке. Ақша не важно. Маған самое главное, вот осыны күшті қатырып берсеңдер болды. Қатырамыз. От души жасап береміз ғой. Бірақ бізге алдын ала авансыңыздан мындай 80%. Хорошо, онда қазір авансын биткоинмен аласыңдар ма? Наличный дұрыс қой, братан. Наличка? Онда қазір барып машинаға барып келейік. Ақшаны ұмытып кеттім ғой машинаның ішінде. Ой, молодцы. Короче, менде тағы да бір квартира бар. Тоже 3 бөлмелі, 100 квадратный метр. Нормальный болса, сонда тоже жасайсыңдар. Болды. Мына жерде кладовка бар. Ага. Мына жерде строительный материалдар бар да? Иә. Керек болса, соны алып алыңдар. Иә. Айтшы бүгінше керек болып қалады. Иә. Жақсы еще строительный, новый. Ух ты! Ага. Свет жағатын жер қай жер? Короче, ақшаны бермегенше осы жерде отырсын. Болды. Асеке, мозықсың ғой сен, братан, аладан қайсы, брат, от души. Мен жұмысқа кеттім, давай разберись. Қалайсыңдар, ұстап алмайын деп ойладыңдар ма? Мен ғой Әсетжан, жігіттер, ақшаны қойып беріңдер, база жоқ, ашам. Ақшаны қойып береміз. Бері давай ремонт жасап берейік онда үйімізде. Пожалуйста, до конца істеп жіберейікші. Ремонтын ештеңе керек емес, ақшаны қойып бер деп тұрмын ғой, ақша керек маған. Ақшам жоқ деп айтпасайшы. Не деп айтам, жоқ қой реально. Может, телефонды береміз ақшаның орнына. Асетжан, братан, телефон берейікші ақшаның орнына, сатып жібересің. Новый Samsung арт жағында, анда камерасы бар, еще 2 сим-карта сала аласың, и фонаригі бар еще. Нормально кетеді, Асетжан ау. Жеги, в общем, давайте, көп сөз, боқ сөз, ойлаңдар, ақша табыңдар, сосын хабарда. Қалай табамыз енді біз мына ішінде тұрып? Қалай табамыз енді? Шығаршы бізді, пожалуйста. Сізге? Ашшы, братан, ауа жетпей жатыр, ыстық мына жақ. Братан! Полицияға звондаймын мен. Жан, не істеп тұрсың? Өлшеп тұрмын, ертең штор алып келгенде размерлары керек болады ғой. База жоқ, тұрыс. Жаншыда қуанып тұрсың ғой. Ақшамды қайтарып беретін болды ғой. Қойшын ба? Қалай? Короче, Асқар номермен хабарласты, өтірік алдап, шақырып алдық. Келгеннен кейін кладовкаға қамап қойғансың ғой. Ақшаларын қайтарады, либо басқа вариант жоқ қой, короче. Жан, сен басын істеме, ауа жетпей қалып бірдеңке болып қалса ше, 250 мың теңге үшін адамды өлтірейін деп жатсың ба? Жоқ, ойындамашы, ештеңе болмайды. Зато бір жерлерін қысып жүреді. Жүр, сенбесең көрсетейін. Мұнда вообще бар ғой, сеп ұстамайды ғой. Қайреке, айтайықшы, үйіңнің ремонтын жасап береміз деп. Солай деп айттық қой, өзі ғой алғанда бізді мұнда тығыз жіберген. Басында телефонды көтеріп айту керек еді, потом келеміз деп. Бүйту керек еді, сөйту керек еді, үйту керек еді деп жылана бермеші сен бар ғой. Сол үшін адамды өлтірмейтін таянда ол. Жан, білесің ғой, мен жесткий типпін ғой. Мені алдаған адамды любой жерден, любой тесіктен тауып алам. Қалайсыздар, тірісіңдер ма, Асеке, братан, ассалаумалейкум. Братан, үйді жасаймыз біз. Жансол, пожалуйста, мұнда вообще дым ауа жоқ қой. Ашып жіберші, пожалуйста. Братан, ішім ауырып кетті мен. Жан, ашша ауа жетпей қалған шаруаларға. Ойындамашы, Жан.
өтірік істеп жатыр ғой, қарасы өтірік. Сендерге доверие жоқ, түсіндір ма? Жан, ашы. Жарайды, су әкеліп берем, бірақ келгенше ақша тауып қойыңдар, түсіндір ма? Қалай ұстамайды? Бір жерде тұрып қой, сонда мен де ұстап, сендер ұстамай қала ма? Короче, су алып келем, сендер ақша тауып қойыңдар, білмеймін қайдан табасыңдар. Жан, сен осында бол, сосын қарашып кетпесін, мынаны вообще бұрама, түсіндің ба? Уайымдамашы, қазір алып шығам, көтеріп жіберші мен просто, көтеріп жіберші. Айсып, давай, дайын. Сен тауып алмасың. Ұстанма! Тоқта, шама, көтеріп жіберші. Болса қайли көтеріп тасташы. Болды, бар, ұстанма, ұстан. Братасы да. Ой, аямай. Ой, не деген масқара, нормальный адамдар кладовка қалай тық қоясыңдар, сендер? Ят. Аға, енді сіздер де оны түсінсеңіздерші, өзі ремонтқа ақшасын жеткізе алмай жүр, соған ашуланып кеткен ғой. Оның бәрін түсінеміз ғой. Полицияға бермесе де керет едік қой өзіміз бір-екі күнде. Походу енді сынды, енді аяқ бар ғой, енді емай. Аға, сынса көрінеді ғой. Может, внутренний перелом шығар, может, қайдан білесің сен, Жарайды, мен аптечканы алып келейін онда. Қолын тартшы, ұстамашы. Не істейін деп жатсың сен? Бинт дайын деп жатыр. Не істейсің оны? Бинт апия енді мынаған походу ақша кетеді, мынаған лечение керек енді. Материальный ущерб. Су қайда? Ан жақта кухняда тұр. Қаз, братан. Тоқта. Ой, балейсің ба? Жұлдыз қайда екен, Қалайсыңдар, Су ішесіңдер ма? Деймін. Алло. Ақша таптыңдар ма сендер? Все, көрейік. Қашанға дейін шыдайды екенсіңдер? Давайте. Сен не істедіңдер, аяқ не істедіңдер? Гангрена болатын болды ғой, бөгеш. Братан, жазылады, уайымдамашы. Туағай, жай ұшып қой, бір-екі күнде кетеді. Ушиб, какой там ушиб? Асетсанда отыр. Қарындасым, алтыным сол, сөйлешіп жібер, пожалуйста, қайтарып береміз ақшаларыңды, пожалуйста, жасап береміз на ремонттарыңды. Точно ма? Точно деймін, точно. Өтірік алдасам бар ғой, екінші аяғым сынып кетсін бар ғой. Құдай сақтасын, айтпа ғой. Алло, Жан? Телефон беззвучно тұрған ғой. Жан, может, сен сөйлесіп көрерсің, ремонтын істеп беретін сияқты. Давай. Мен үйде болам. Не дейді? Жоқ дейді. Братан, не деген қырсықтық мынау жап-жас болып. Енді сіздер ғой бізді осындай состояниеға жеткізген, алдап. Енді алдамаймыз. Сенбесек удостоверениемізді берейік. Братан? Точно, удостоверение. Давайте мен сіздерді видеоға түсіріп алам. Олай болады екен. Өткенде қалай айтып едің сен? Без лоха, жизнь плохо дедің ба? Вот сондай ғой, короче, өзінікін өзіне тығып жүрген қалай кетті, бауырым, тілдер жұтып қойыңдар ма сендер? Ладно, мен жөн демеймін, до конца отырам. В принципе, ешқайда асығып атқан жоқпын. Жан? Че там алдың ба ақшанды? Жоқ, үндемей отыр ғой. Типа ойлап атқан шығар, қазір мен аяп не болып қалды екен деп есікті ашқанда қашып кетемін деп. Алданбайсың ғой, никак. Пацан деп ойлаймын, Жан, может, дұрыстап сөйлесіп, кешірерсің, Жан, базар жоқ, мен кешірем. Ертең олар басқа біреуді алдайды ғой. Түсінсін, что адамды алдап, никогда ақша табуға болмайтын. Оның берекеті жоқ. Жан, давай екеуміз оларды видеоға түсіріп алайық, и потом договор сияқты қолданамыз сосын. Давай.
Четім, қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Не болды? Ақшаларыңды алдыңдар ма? Жоқ брат, үндемей отыр манадан бері. Қош? Көп болды ма үндемей жатқандарына? Нормально болып қалды уже. Давай көрейік онда. Ашып па? Е? Братта қашып кеттің бе мұнайлар? Қайдан? Қалай қашады? Білмеймін, манадан бері осында отырмын ғой мен. Жан, короче, Не болды? қарындаш өздерің. Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі? Мен есімім Қаршыға, менің досым Бөген. Сол сіздерден енді кешірім сұрайық деп видео жазып тұрғанбыз. Асет пен Жұлдыздан кешірім сұраймыз. Ақшаны алғанымыз алдық, 250 мың еді. Енді қайтарып береміз, бірақ бізде ақша жоқ. Мен не деймін, Қаршығаның айтқандарына қосыламын. Жұмыстың бәрін бітіп береміз, бәрі четко болады, ренжімеңіздер. Жұмыстың бәрін аяғына шейін бітіріп береміз деп уәде береміз. Мынау жұмыс істей ма? Көмектесе ма бізге? Иә да? Айттым ғой соны, по идее идеально болады. Что, тему. О, Асетжан, қалайсыңдар? Қош келдіңдер. О, Асеке, жаным, бауырым. Жіберші болды. Асеке, не болды енді соншама? Тем более үйде бәрін жасап жатырмыз. Көрсетші ғана. Е, қара. Бір, екі, үш. Тадам! Әсет бауырымыздың шаңырағындағы жөндеу жұмыстары басталды деп жариялаймыз. Шапалақтаңыз. Мына лампочка бар ғой, баяғыдан бері бар ғой, білесіңдер ма? Братан, ол баяғыда квадратный еді ғой, мынау тем более әдемі светить етеді дегенде, круглый болып тұр, әдемі болып тұр дегенде ғой. Жұтқыза бермеңдерші. Жұтқыза бермеңдер. Асене, не болды соншама напрягаться істеп беретін болыпсың ғой? Бәрі нормально болады. Я жан, тем более менде видео бар. Жарайды. Асеке, жүрегі жұмсақ. Еркексің ғой, братан. Ладно, біз қайттық онда, братан. Қайда қайттыңдар? Братан, үйге енді түн болды ғой, соседтер жалғыз істеді дегенде не істейміз? Бір рет лақават еттіңдер, сол жетеді маған, мынадан жетеді, түсіндіңдер ма? Короче, бетеміз, үйде қаласыңдар, до конца ремонт біткенше осяқта боласыңдар, түсіндіңдер ма? Или че, ақшаны қайтарып бересіңдер ма? Жан енді кетіп қалса келмейді ғой енді. Енді жатамыз ба осылай, ремонт болатқан жерде. Шыдай тұршы, ана жақта ремонт өткенсін, ана жаққа көшеміз. Қойшы. Қайреке, тез бітіріп тастайықшы. Сосын өзіміздің осы айналып жүрген ісімізді бизнеске айналдырсақ қалай? Өзіміз сияқты строительдер алып, объем алып. Жақсы идея сияқты. Братан. Саған не береді, ішкі